Озбай ендеше осы әулетке келіп жатырған келіндеріңіздің жолы ақ болсын деп бисмиллахиррахманиррахим деп келіндеріңіздің бетін ашайын деп тұрмын. Ол үшін былай жасайық, мен бір жағынан домбырамен, бір жағынан осындағы апаларымыз келіп келіннің бетін ашсын деп жатырмыз. Бетті ашатын Бану апамыз. Үлкен апамыз қайдасыз? Үлкен апамыз еді. Әне папа өзіңіз. Ай, бәрекелді. Қаттырақ қошемет соғып қойыңыздар шағайын. Ал бәрекелді, ал Ани баба, Алла қаласа келініміздің қадамы оңынан болсын. Бір ауыз тілегіңізді айтып, бір жағынан сіз, бір жағынан мен сізге демеп тұрайын. Жақсы ма? Бәрекелді. Ал құрметті тойшыл қауым, енді міне бүгін ортамызда жаңадан бір шаңырақ көтеріліп жатыр, келін келіп жатыр деп, сіздерді үлкен деп осы жерге келіннің бетін ашуға қазақтың дәстүріменен шақырылып отырған, мына жайылып отырған дастархан сіздердің құрметтеріңіз үшін. Сондықтан мынау келініңіздің аяғы оң болсын дейміз. Аттаған босағасы берік болып, шаңырағы биік болып, осы жақсы аналардың жолын берсін. Бүгін жас келін болса, ертең ана келін атанып, ару келін атанып, осы ауылды тіп көтеретұғын сіздердің көрсеткен өнегелеріңізді, сіздердің жолдарыңызды осы екі жасқа берсін. Бисмиллахиррахманиррахим келіңіз. Сіз мына жағынан, мына жағынан. Қошемет қайданы! Жас келін, қаумалағын жас келін, отты болсын қадаман, кел қарағын қош келін. Аналық күнің өткенді, аналық күнің жеткенді, жаңа дәурен есігі, амырдан Шашыңыз. Алла қаласы сіздерді келін алып құда болыңыздар. Екі жас вақыты болсын, махаббаттар әрқашан мәңгілік болсын деп осы ән шашуды сол екі жасты құрметтей арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды, сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме, көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау өмірге. Күлерсің дағы жыларсың дағы шыдарсың, жазылмас дерттің дауасын, жаным ау күннен сорарсың. Махаббат өмір ғажабы, алқызыл гүлдей ажары, сүйемін деген жалғыз сөз, жүректі тербеп жанымды емдеп жазады. Ғашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме, көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау өмірге. Күлерсің дағы жыларсың дағы шыдарсың, жазылмас дерттің дауасын, жаным ау күннен сорарсың. Мақсада мұңайса да ән тыңдаған ән шауқарың тек
қуанышта ғана тыңдауға Аллам жастарды тағайын. Кез келген жиын, кез келген дастархан басында Алланың есімі аталмай, үлкенге құрмет көрсетілмесе, ол дастарханның орны бос сыйдырдақ тағайын. Бұқары Жырау бабаның өзі жырлаған бірінші тілегіңіз бір Аллаға жазбасқа деп. Міне, жаратқанымыздың қазынасынан осындай той келгеннен мыңда бір шүкіршілік етіп, ал төрде отырған асқартау әкелеріміз, алтын құрсақты аналарымыз, яғни әулеттің үлкендері аман болсын деп біз қуанышымызды бассайға тартағайын. Екіге шығайын деп тұрмын, рұқсат етсеңіздер. Ал енді құрметті Амантай Нүкен, мынау енді биылғы жылы Құдайдың көзі болсын, бір екі келін түсіріп жатсыздар, мынау келіндеріңіз құтты болсын деймін. Енді сіздер де жасын жолыңызды беріп, шөбере немере сүюге Алла жазсын сендерге. Үлкен рахмет. Талғат ағам, Меруерт ханым, келіңіздер, енді бір естелік суретке шақырайық сіздерді. Анипа, апай, келіңіз. Сіздің құрметтеріңізге бүгінгі той иелерін арнайы құттықтап келгені эстрада жұлдызы Асылбек Әшімбетұлдарыңызды шақырайық. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, қадірмен тойшылғам, екі жас бақытты болсын, той қаласын. Енді алдарыңызға ас келіп жатыр, сіздерді қинамаймыз, бірақ дегенмен вальсқа шығам деушілер болса, екі жасты да аға жеңгелерді ортаға бір вальсқа шақырып көрейік. Той қаласын, құдалық мың жылдық болсын ағайын. Yüreğimde jaralanan bir